мына Қарақалпақстанның бір бөлігі қазіргі Хорезм уалаяты емес Түркменстан бір бөлігі кіреді делінбеген. Амударияның төменгі ағымы деген бұл кең түсінік. Амударияның төменгі ағымына мына жарым кіреді. Дария енді былай қарасақ, біз Амударияның ұзындығы 2540 км жүрген болсақ, мысалы үшін мен алжасам кешіресіз, 2540 км, 2500 дөңгелек алып 3-ке бөлсек, демек 800 км, 800 километрден бастап оның төменгі ағысы болады. Соның үшін бұл Амударияның төменгі ағысындағы жайласқан жерден ол мына жерден айтуға болады, мына жерден айтуға болады бұл жерде. Бірақ енді сіз енді сауалды Бақтияр анықтастырсаңыз, сіз конкрет бұл жердегі Хорезм қай жер жайғасқан, Аққайықтан келіп шыққан, бүгін Қарақалпақстанға байланыстырғанда не бұл сауалдың стержені неден ібарат болacak сізде? Өзегі менің білетін нәрсем бар да, яғни сіз өзіңіз де айтып отырсыз. Ұқсас болып келеді көбінесе атлар. Мысалы, Арал. Төбесінде Урал бар. Яки болмасам, Туран деген жер. Туран. Астында Иран деген жер бар. Бұлар бір нәрсеге ұқсас болып келген негізі. Енді айтacağım түсіндім. Дұрыс. Енді біздің алымдардың да айырымдары жүзде жеке сирек болғандыққа тозарған. Қарау. Хақиқатында да бір белгілі бір аймақларда сол халық жасаған кезде сол бір-біріне қоңсы болған. Көп жағдайда бір-біріне қарама-қарсыда болған елдер халықлардың жайлаған аймағы бір халықтар ретінен, мысалы, бір-біріне ұқсас, бір-бірін естетуші, ұйқас атлармен айтылады. Мысалы үшін Түрік қағанлығының орайы Алтай дейді. Алтай. Түрік қағанлығы ең жалғасқаны бұяқта Қытай. Енді біз мына Қытай, біз Қытай деп жүрген жеріміз Қытайлардың өзі Қытай демейді ғой олар. Біздің ата олар Қытай деп айтқан. Ол Қытай, біз Қытай деп жүрген, Қытайлылар деп жүрген өзін Қытай демейді олар. Біздің аталар, яғни Алтай, Қытай. Арал, Урал. Себебі халық бір белгілі бір аймақта жазған. Туран, мінекей, Иран. Енді сіздің айтacağınызды түсіндім. Азын бағана бұл жерде Хорезм атамасын келіп тұрыз. Айеңгі дәуірдегі атамасы Хорезм, Хоразим, бірақ Хоразм деген. Хорезм емес. Қазіргі мысалы Хорезмлердің өздерінің демек мына сөйлемінде Хоразм деп айтылады. Бұлар тілін. Енді арабlar дәуірінен бастап айтылған Хорасан, мінекей, Сасани Ираннан демек жүріп қалған, мінекей. Қазіргі Иранның арқа шығысы, Афганистанның арқасы, емасы арқа батысы деп айтсам болады. Түркменстанның құбыласы Әмударияға шекенгі жерде мына жер Хорасан. Демек мына жер Хоразм. Ұқсас, яғни қоңсы болып келген. Қоңсы болып келген үшін қандай да бір оның семантикасына этибар беретін болсақ, біз жер су атамаларының, топонимикалық атамаларының көпшілігінің семантикасы, оны келіп шығуы бір елеге дейін анық бір тоқтамға келінбеген атамалар көп. Оған біздің Нөкісті айтсаған болады, Москваны айтсаған болады, Киевтен айтсам, Хорезмнен айтсам. Тағы қандай сауалыңыз бар? Кейін сұрау. Бізде келгенде еміз екенімізді дәлелдеді. Кешіресіз, келгенде дегенде. Яғни көпшілік адамдар айтады, әсіресе Хорезмнен яки болсам сол уалаяттағы адамдардың түсінігі бар. Тілекке қарсы бұл біздің өзіміздің әулетлерге тәсір етеді. Біздер келгенде екенбіз ғой деген түсінікті келтіріп қояды. Яғни сауатсыздықтың ақбетінде бұл. Яки болса толық мағлұматқа ие болмағандықтан кейін. Енді сұрауды жауап берейік та. Бақтияр, толық мағлұматқа ие болмау адамның өзінің айыбы. Қалай адам, енді кешіресіз. Енді социал тармақта айтылып отқанға білесіз бе, социал тармақтың өзі белгілі бір машғалаларды шешеді де, белгілі бір машғалаларды пайда етеді де. Мен сіз айтып жатсыз, мысалы үшін, дұрыс, мен сізге бір бағана айтқаным, бұл біздің мына тұрған орталықта қазіргі біз түсініп жүрген социал тармақтың элементлері бұрынғы дәуірдегі мына газеталардың арасында айтылатын жаңағы сары басылым дейді, орысша желтый прессаның бір үрейді атқарып тұрғандай біздің мына тұрған жоқ. Енді айрым алатларда ол бір керісінше үлгілер ойнап кететін жері бар. Резонанс пайда ету бойынша бұл газеталардан күшірек амбаршы бар. Себебі қазіргі уақытта менің пікірімше біз Телеграм, Facebook, Twitter және мен бір көзім шалып қалады, мен жүдә бір қатты қызықпаймын оған. Ал газетаның соғырағын оның оқушысы
міне намысты қоздырады оны көшеді деп қоюы мүмкін. Бірақ сонша елде көп та осындай нәрсе жауап беруге. Ол дұрыс. Оның белгілі бір дәрежеде тәсірленетін адамдар бар. Тасқа танып тұра берсе, уақыт өте емес тасты теседі да. Былай қарап отырғанда тас ұрыс су тамшы. Менде де жағдайым точно сондай. Мен неше мәрте айтып бармын біз отқа. Неше мәрте. Қазір енді қопал қылып айтқанда нервқа тиіп бастап жатырмыз. Енді нервқа қабыл етіп Бақтияр оны үйренсең, ол мына жерден де, мына жақтан да, мына жақтан да айтатын адам шыға береді. Менің өзім көргенмін оны. Сол үшін осы материал дайындаймыз. Иә, тоқтап тұрың енді. Оны айтатын да. Қазір мен анық білемін, егер соны қазір түсіп жатқанды жариялағаннан кейін нервқа тиетінді шығады елі. Бәріне сол баяғы айтатын екен. Бүкірді көрді дейді. Айтатын нәрсе мынау. Біріншіден, әрқилы болмағыр гәпті айтатын адамдардың өзі болмаған адамдар. Қарақалпақша қасиеті жоқ адамдар оларда. Екіншіден, өзінің білімі сайыз адамдар. Біз былай қарайық. Діни көзқарастан қарағанда жер шарының тек қана жер шары емес, бүткіл әлем Алла Тағаланікі. Ол мына жер менікі, ана жерінікі, анау аяқтан келді. Кім қаяқтан келді, оны бір Алла біледі. Бәлкім бұл жерге жасап жатқан халық, қайсы бір халықтың n проценті ол кеше 18 жасқа келген шығар, 19 жасқа келген шығар, түбін қасты. Мысалы. Соның үшін бұл терең пікір жүртпей, сайыз, ол да жаңағы социалдық тармақта отырып алғанда қасында отырған бір пәмазда біреуден сұрап алып тек бір көпіртіп жазып отырған біреулер. Көмешінен күл тартады. Қасиетсіз адамдар бұлар. Екінші, дүниялық көзқарастан қарасақ, егер дәлелдеу, тарихи справкалар келетін болсақ, ол жағына қарағанда да Қарақалпақстанның қазіргі уақытта аймағында жасап жатырған халық Қарақалпақстанлылар, тек қана Қарақалпақлар емес, Қарақалпақстанлылар, соның ішінде Қарақалпақлар келгенде емес. Себебі Қарақалпақлардың халық болып қалыптасуына тикар болған. Ең бір халық сақ массагеттер. Ұры сақ массагеттерге бүгінгі күнде орта азияда жасап жатқан біздің Қарақалпақларға тілі жақын, түрі жақын, шығысы жақын, туысқандық барлығы да дауагерлік ете алады. Біздің қазіргі уақыттағы қатеміз сонан бір айырмадан бар. Ілімпаздардың, немесе жаңағы ақылы кітап жазып жүргендердің қатесі. Бұл жаңағы келтепәм, немесе бір мақалада, өзіне ұқсаған бір тағы біреудің социалдық тармақтағы кішігірім постын оқып алған адамдардың пікір жүртуі. Сақылар менің атабым массагетлер, немесе хунлар, немесе түрік қоғамының эфталлар, тағы біреу оғызлар, пешенеклер, ондай бола алмайды. Қарақалпақлар осы жерде жасап жатқан қазақ, өзбек, түркмен, қырғыз, ноғай, башқұр, басқа түркітілдес халықтардың барлығы өз дәуірінде сол қайсы ұру қауымдерге дауагерлік ететін болса, Қарақалпақлар соған дауагерлік етеді. Яғни сақ массагет ол қазақтардың этногенезінде рөл ойнаған, Қарақалпақлардың этногенезінде рөл ойнаған. Хунлар Қарақалпақлардың этногенезінде рөл ойнаған, қазақтардың рөл ойнаған, барлық басқа түркі халықтардың рөл ойнаған. Оғыздар да сондай. Оғыздар да көбірек түркменлердің, әзербайжанлардың һәм қазіргі Түркияның жеріндегі түркілердің, тарихтағы османлылардың этногенезінде тикар рөл ойнаған, бірақ Қарақалпақлардың этногенезінде қатынасқан. Қыпшақлар мысалы үшін демек қазақтардың, ноғайлардың, Волга бойындағы башқұрт татарлардың, Қарақалпақлардың қалыптасуында рөл ойнаған. Ол Қыпшақ біздің ата-баба, сақ тек менің ата-бабам деген надыр түсінік. Ойлап қарайсың. Әрбір халықтың халық болып қалыптасуында компонент болып қатынасатын ұрулар, қауымлер болады. Белгілі бір халық, оның этногенезі, яғни оның халық болып қалыптасу процесі уақытта талап, дәуірді өз ішіне алады, бірнеше әсірлерді. Белгілі бір территорияда қалыптасады ол нәрсе. Енді біздің Қарақалпақлардың бір қазіргі дәуірдегі алымдарының да ұлы Қарақалпаққа тән бір садалық па, ақ көкіректік пе, кемтарлық па бір әдет бар да. Біз онша кеулігі тегірмей басқаларken сақ тек менікі, Қыпшақ маған тиісті орта қалеміз екен. Енді басқа жерде жаңағы оқып қаласаң деген оқылары дұрыс. Енді бұл жаңағы оған бағана айтқанда ит үрет карван көшеді деп қойсаған болады, бірақ мәлім бір дәреже дұрыс. Сіздің айтып отқан жеріңіз жан бар. Мәлім бір дәреже социал тармақтық күш бар қазір белгілі бір дәрежеде. Ол сананы улайды деп айтайық. Санаға демек өзгертеді, тәсір етеді деген тәсірленіп жүргенде бар бұны. Ақиқатында да. Біз дұрыс бұған дұрыс түсінік беруіміз керек. Қарақалпақтардың халық болып қалыптасу процесі
міне осы арал атырапында Амударияның төменгі аяғында қазіргі Қарақалпақстан аймағында басылады әйелдер сахмасовиклердің. Кейінгі демек хунлардың халықтардың ұлы көшіп басыласы да өрнеп яқтан мына қазіргі Монғолия, Қытайдың Манчжуриясы, қазіргі Россия Федерациясының Алтай, Байкал тараптерінің былай жылысқан хун қауымдарының бұған қатынасы, кейін ала ерте орта әсірлердегі ефталардың түрк қағанлығындағы түркі қауымдардың, онан кейін олар деген оғызлардың, қыпшақлардың, онан кейін Шыңғысхан дәуіріндегі олардың барлығының бірнеше әсірлер дауымында солар қосылып, араласып, кейін ола сол мемлекетте мына саяси процестер кескін белгілі үлкен тарихта бұрылыс жасаған үлкен мемлекеттің түзілуі, үлкен мемлекеттердің құлауы, тарқауы, алқамларға бірігуі нәтижесінде міне қазіргі бүгінгі күндегі Орта Азиядағы оған тұтас аймақтардағы бүгінгі күндегі түркі тілдес халықтар қалыптастылардың барлығы. Енді бұл жерде енді біздің адамдардың ішінде біз Еділ-Жайық бойына келген түсініктер бар. Мұндай емес. Мына нәрсе түсінуі өте бақтияр. Қарақалпақтардың халық болып қалыптасу процесі қазіргі Қарақалпақстан аймағында кешті. Бірінші принцип. Екінші, біз Сырдария бойында Қарақалпақ, Емаса, демек Арал теңіз бойында Қарақалпақлар, Амударияның төменгі аяғында Қарақалпақлар деп бір тарихилар бөліп айтатын жерлеріміз бар. Ферғана Қарақалпақтары, Еділ-Жайық бойында Қарақалпақлар. Біз ол хақында гәп кеткенде қазіргі тап мына бүгінгі күндегі картаны көз алдымызға келтіре береміз да. Бүгінгі күнде картадан бір-екі қараймыз, мына Қарақалпақстан мен Қазақстанның шекарасы ол бір бөлек аймақтай да жаттай болып тұр. Бұрын бұрын неке мына картада неке мына аймақ Амудария, Сырдария, Арал бойлары, мынау неке Жем дариясы, Эмба, Орал, Волга, мына Қара теңізге барамын неке. Ол тұтас бір аймақ, тұтас аймақта міне. Ол уақытта Россия мен Қазақстанның шекарасы, Қазақстан мен Өзбекстанның шекарасы, Қазақстан мен Түркменстанның шекарасы деген жоқ. Көп адамдар біздер мына бір азмаз тәсір ететін нәрсе, сол мына қазіргі күнгі картаны көз алдымызға келтіре береміз. Бұл карталар кеше 1925 жылы пайда болды көпшілігі. Милли аймақ шекараларында. Сондан кейін барып біздер жаңағы айырым мәселен бір халықтың құрамына кірген рулардың айырымдары bu yoqda қалып кетті, bu yoqda қалып кетті, өзгерістер шығарып нәрсе болып кетті сондай. Бұл этногенез дегеніміздің өзі бұл бір тәрбиелеме алғанда бұл саясаттың туындысы болып есептеледі. Саясат әсер етті. Түрлі дәуірлердегі мемлекеттің алып барған саясаты, сол халыққа деген мөнәсебеті, мысалы үшін, сол халықтың я өзін басқарып отырған хакимиетке мөнәсебеті сол этногенезге әлбетте әсер етеді өз дәуірінде. Бұл сіз арқайын бола берін келгенде деп ешкім айта алмайды. Бұл демек мына жердегі мәселен 16-шы ғасырда 1512 жылда Хиуа ханлығы деп аталатын мемлекеттің өзі тарихта Хиуа ханлығы деп айтылған. Бұл ең бірінші 1512 жылда қазіргі Қарақалпақстан жерінде үзіледі. Қазір Қоңырат территориясында, міне Шоманай, үстірттің жағында, Уазир деген қалада бірінші мәрте Елбарыс деген адам хан болып отырады. Енді Елбарыс деген өзі мына Дешікра қазір Қазақстан территориясына келеді, хан болып. Оның келгенде дейміз сонда. Елбарыс пенен мына жерге сол кезде Хорезм ойпатына, ал ол хан болғанда Дешті қыпшақтан көп рулар, қауымдар онымен бірге еріп келеді Елбарысқа. Ондан кейін Елбарыс Уазир қаласынан Үргенішке көшіреді байтақты, қазіргі Гони Үргенішке. Араб Мұхаммед оны Хиуаға көшіреді. Сонда мына жақтан келген адамның барлығында оның келгені деуіміз керек пе? Ол болмайды. Енді бір нәрсені айтайық та. Бір нәрсе айтайық. Егер де конкрет бір территорияда қазіргі жасалған адам, қазіргі жасалған, Түркменстан, Хорезм уәлаятының адамы, мына жерде, я Мазар уәлаяттың, я соңғысы Қазақстанның жеріндегі бір адам, ал мына жердің аймақтың барлығы менікі деп айтқан болса, сонда кейінгі 20-ші ғасырдегі саясат не қылды? Оның мына барлық жерді елеп отырған халықты бір сол Хорезм уәлаятын апарып тықтыма барлығын? Алып кетті. Ондай емес. Сонда бұрын Хорезм деп аталған, мына яқшы біреу кімнің бір пікір бойынша мына жер деп Хорезм деп айтқан болса, бүгін мына жер Хорезм уәлаяты болған болса, 20-ші ғасырда Совет үкіметіне сол бұрын Хорезм деп аталған жердің халқының бәрін қазіргі Хорезм уәлаятына апарып тықты ма? Жинап тастады ма? Ондай емес. Бұл дұрыс көзқарас болу керек. Бұл дұрыс пікір. Орысша здравый смысл болу керек адамда. Мысалы қазір 21-ші ғасырда мына қыратын жер Хорезм болып тұқты ма? Мысалы үшін Хорезм дегеніміз бұл қазіргі қайда Қарақалпақстанның текалық территориясы айырмадан айтып жүргендей болатын болғанда ол арабlar бұны мәселен арабlar Хорезмнің жерін басып алып келгенде текарынан қиятпенен қазір Бүйренер территориясы ана Үргенішті басып алды. Бұл тарихта Үргеніш мен қиятты елу бұл Хорезмді елу есептеледі.
осы нәрсеге қарауымыз керек та біздер.